жалпы киіктің басын 20%-ға дейін қысқарту керек дегенде жаңа бір ғылыми негіздеме айтылып қалды. Егер 4 миллион болса, 20% дегенің 800 мың. 800 мың киікті аулау кезінде ол белгілі, енді арасында есірігі кетеді, жаралысы кетеді. Ол халықтың арасында ертең белгілі бір дәрежеде осы киіктерді пайдалану, жаңа дериваттарын пайдалану жұмыстары іске асады. Осы кезде халық кінәлі болып қалмау үшін одан кейін киіктің қазір енді басын біз сақтаған және оны көбейткен бірден бір елміз. Жалпы киіктің өмір сүру ареалы Ресейде, Қытайда, Моңғолстанда болған, ол елдердің бәрі қазір киікті жойып біткен. Енді біздің елімізде бұл бір өте жақсы практика болды. Біз соны көбейткен елміз. Және қазір енді оны ақылмен, ғылыммен жақсы түрде басқаруымыз керек көп тұр. Осы мәселеде кезінде қатаңдатылған заңдар қазір жұмсартуға, жалпы сол уақыттары сотталған кісілерге амнистия жариялауға сіздер өкілетті орган ретінде қалай қарайсыздар? Енді жалпы кейін осы мәселеге халық ұрынбау үшін заң қабылдау жағында осы мәселелерді ескеру керек деп ойлаймын.